Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жеті шелпек. Аса діндар жанұядан шыққан менің бір құрбым. Кедей болса да, оның атасы Меккеге қажылықпен 3 рет жаяу барып келген. Бозбала ұлын араб тілінің үйірмесіне апарып жүрді. Бірнеше сабақтан соң ұлы оны ағарта бастады. 7 шелпек пісіріп, о дүниелік жанды еске алу мұсылмандыққа жатпайды екен. Ол пұтшылдық рәсімі. Оны ұстану нағыз мұсылманға жат. Ондайдан бас тарту керек, дегендей. Шелпек пісіруді маған әжем үйреткен. Қамырды илеуден бұрын рәсім жолымен тазару керек. Ниетіңді бағыштап, о дүниелік туыстарыңның қайырымын еске ала отырып, іске кірісу қажеттігін бойыма сіңірді. Өзі иленген қамырды ой мен сезімді таза ұстай отырып, басқаға алаңдамай жаятын. Жайма қамырды қызған тоңмайға салған сайын, бісмілләсін айтудан танбайтын марқұм. Күбірлеп тұрып, аталарының бірін еске алып, жаратқаннан оған мейірім мен шапағат тілейтін. Соңғы жайман саларда Алладан аталмаған ата-бабасы мен о дүниелік бар қазақ үшін, жалпы мұсылман қауымы үшін мейірім шапағат сұрауды мен де үйрендім. Осылайша, ізгі ниетпен піскен 7 нанға арнайы дұға оқылып барып, ауызға саламыз да, тие берсін, айтуды тағы ұмытпаймыз. Бұл жерде ертеден келе жатқан мынадай сенім бар. Тірі адам шелпек жесе, қайтқан жандаң, нанның, шыжыған тоңмайдың иісінен қуат алады деп есептеледі. Сол себепті болар, бұл жоралғы бір жағынан иіс шығару деп те аталатын. Әжем шелпек пісірерде солай дейтін. 1991 жылы дағдарыстан жарты жыл бойы айлық төленбейтін, карточкамен ғана жұртқа шөкімдеп азық үлестірген заман болды. Оның өзі бірде бар, бірде жоқ еді. Сол жылы желтоқсан айында қайтқан немере ағамның жылдық садақасына шелпек пісіретін үйімізде тоңмай болмай қалды. Салым суға кеткен мен әжемнен, әже, нанды тандырға пісірсем, әруақтарға тие ме, деп сұрадым. Көзі жасаураған әжем, әрине айналайын, ниетің таза болса болды ғой, ең бастысы сол құлыным. 10 күннен соң оның өзі де о дүниеге аттанды. Жаназаға келген туыстарымыз, құрбылар, көршілер, жұмыстастар жағдайды айтқызбай-ақ ұқты. Біреуі жарты қорап маргарин, біреуі ыдыс түбіндегі майдың қалғанын, енді бірі шыжғырылған тоңмай дейсің бе, әйтеуір, әлгі май шелпек пісіруге деген тапшылықпен күресіп, бәрі мұсылмандығын көрсетіп жатты. Мұндай рәсім тіпті орыстанды деген қазақ отбасыларының өзінде жасалатын. Бұл рәсім әрбір қазақ әйелі үшін өздеріне қымбатты жандарының жолына бағыштар дұғамен бірдей дәстүр ғой. Иә, жасыратын несі бар? Бұл рәсімге арабтардың қатысы жоқ. Оның тамыры түркі халықтарының мұсылманға дейінгі дәуірінде жатыр. Сонда да оның әуелгі жарқын да биік нышаны әлі күнге ап-айқын. Бір-біріне беттестірілген 7 шелпек аспанның 7 қабатын болмаса, Құранда айтылатын 7 қат жұмақты бейнелейді. Алланың бір аты да 7 көктің иесі. Рас, рухтың иіспен қоректетіні турасында көпшілік біле бермейді. Барлық тілдерде де рух ұғымы ауа, жел, дем, иіс сөздермен байланысты. 19 ғасырдағы орыс ақыны орыс рухы қайда болса, сол жердің рус иісі аңқиды десе, қазақтар әлі күнге қазақы рух ұғымын иісі қазақ деп жатады. Әрине, діни көзқарас тұрғысынан о дүниелік жандардың қоректену жөніндегі идея күнә болу ықтимал. Өйткені
әруақтарға деген садақаны интерпретацияласақ, онда құрбандық тек қана жаратқанға бағышталуы керек қой. Бірақ бұл рәсім мұсылмандық рухқа сіңіскелі қашан? Ол мазмұн тек қана бісміллә сөзінде ғана емес, Алладан тілеп, Құран сүрелерін оқып бағыштауда ғой. Рәсімнің мәні туыстарынан, ұрпағынан тиетін қоректе ғана емес, олар үшін жаратқанға құлдық ұрып, бағышталатын дұға арқылы да қолдау табады емес пе? Иіс пен дұға бір-біріне қарсы нәрселер де емес. Пайғамбардың өзі жұртқа мәлім уәжінде иістің жанның биікке кемелденуге құштар етерлік сезімін оятарын меңзейтіні бар. Иіс пен әйел мен үшін аса құнды және де менің жанарымды салқын тартқызатын дұға ғана дейді. Әрине, пайғамбар ұнататын жұпар иіс пен қойдың тоңма иісін салыстыруға болмас. Алайда құрбан қой көптеген дәстүрлерге тән құрбандық жануар екені белгілі. Қашаған жыраудың байқататыны бар ғой. Қой бізге жұмақтан келген жануар. Қой майы жағылатын шырақ та, зәйтүн майы толтырылған шырағдан да, Құрандағы батаға бағышталатын нәрселер ортақ нышанның айырмасы тек қана географиялық әрі ұлттық нұсқаларында ғана. Жеті нан рәсімі ежелгі дәстүрдің сақталып қалған үзіндісі. Ол турасында былай делінген: барлық халық үшін табыну рәсімін қалыптадық, олар сонымен тағзым етеді. Бәлкім, ол рәсімнің мәнін ашып әрі түсіндіру керек болар, бірақ ондай жоралғының арабтарда болмағандығына және жоқ болғандықтан пайғамбардың құзырынан тыс ретінде қарап жою. Исламның басты екі мерекесінің бірі Құрбан айт, Абрам Ибрахимнің құрбандыққа даярлаған өз баласын жаратқанның қоймен алмастыруы арқылы ол баланың құрбан болуын қаламайтынын білдірді ғой. Ал ендеше оның құрбандыққа ата-бабаны ескеруді, тарих, мәдениет, дәстүрді құрбан етуді де қалайды деп ойлайсыз ба?